Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз тригонометрияға байланысты косинустың теңдеуін шығаратын боламыз. Біздер жалпы косинустың теңдеуін білеміз. Ол бізде қалай болады? X тең болады плюс минус арк косинус а деген бір бұрыш болады плюс 2 пен. Бұл тек қана косинустың несі периоды 2 пен болады. Қалған тангенс синус котангенсікі pn болады. N тиісті бүтін сандар жиыны. Енді мына есепті қалай шешеміз? Есепті шешкен кезде бірінші мына сіздерге түсінікті болсын жазып алайын мына жерге. Пи бөлінген 3 минус 2х минус түбір астында 3. Енді мына минус түбір астында 3-ті мына жаққа тең болатын бер жағына көшірсем 2 косинус пи бөлінген 3 минус 2х. Одан кейін мынау бізде түбір асты 3 болады. Минус мына жаққа көшкен кезде оның косинустың алдында коэффициент тұр, оны мына жаққа қарай бөл жібереміз. Сонда бізде қалатын косинус жақшаның ішінде пи бөлінген 3 минус 2х тең болады түбір асты 3 бөлінген 2 деп жазамыз, иә. Енді әрмен қарай, мынаның жақшаның ішіне қарасақ, x-тің алдында минус тұр. Сондықтан бұны минус 1-ге көбейтіп алсақ, бізде былай өзгереді. Косинус 2х минус пи бөлінген 3 деп орындарын ауыстырады минус 1-ге көбейткен кезде. Бірақ косинус бізде ж функция болғандықтан оның сырты ғана өзгермейді. Мынау минус 1-ге көбейткен кезде екі жақты да көбейту керексіздер ғой. Мысалы мынандай теңдеу болатын болса, 2х тең болады, минус 2х тең болады 4 болатын болса, екі жақты да минус 1-ге көбейтсеңіздер, 2х тең болады минус 4 болу керек. Ал біздер бірақ мына жерде косинус ж функция болғандықтан тек қана бұны мына сырты минусқа айналмайды. Сондықтан мына жерге минус түбір асты 3 бөлінген 2 деп жазып қою жүрмеңіздер, иә. Әрмен қарай біз косинусты тастап кетеміз. 2х минус пи бөлінген 3 тең болады. Түбір асты 3 бөлінген 2 неде теңдеуімізді қарасақ, бірінші арк косинустың алдында плюс минус тұр. Түбір асты 3 бөлінген 2 ол бізде 30 градус. Косинусы, сондықтан ол пи бөлінген 6, пи бізде 180, 180-ді 6-ға қойсаң 30 болады. Периоды қанша дедік? 2 пи n дедік, иә, n тиісті z-ге. Әрмен қарай, мына жердегі минус пи бөлінген 3-тен құтылу үшін 2х тең болады, плюс минус пи бөлінген 6, минусты мына жаққа плюс пи бөлінген 3 деп көшірем, плюс 2 пи n. Енді мен жауаптарына қараймын, екі түрлі жазғанмын, потому что біздің жауап екі түрлі шығады. Біреу плюспен, мына алдында плюс минус тұр ғой. Екіншісі минуспен. Бірақ менде қарасақ, ортақ бөлімге де келтірмеген есептің жауаптарында, және де бөлік жазбаған, тек қана бір ғана жауапты берген. Сондықтан мен бірден x-тің алдында тұрған коэффициент 2, 2-ден құтылу үшін барлығын 2-ге бөліп жіберу керекпін. Сол кезде x тең болады плюс минус пи бөлінген 12 бөлген кезде бөлшектің бөліміне көбейтіліп кетеді. Плюс пи бөлінген 6 болып кетеді. 2 пи нді 2-ге бөлсек, 2 мен 2 қысқарады, тек қана пи n қалады. Сонда бізде n тиісті z-ге болады. Осындай жауапты іздейміз. Ол бізде а жауабы емес, ол бізде міне в нұсқасында тұр. Мына дәл осындай жауап е нұсқасында тұр, бірақ бізде пк бөлінген 2 бұл бізде келмейді. Және де мына жақтан пи бөлінген 6-ның алдында минус тұр, минус емес, ол жерде плюс болу керек еді. Бұл д жауабында емес, тек қана в жауабы. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар. Егер де тригонометрия есептеріңіз болса, онда бізге жіберсеңіздер болады. Каналға тіркелуді және де лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаймыз.